Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздерге 10 минутта әзір болатын жұмсақ жеті шелпектің рецептімен бөлісетін болам. Бұл шелпектің басты ерекшелігі ешқандай ашытқы, яғни дрожь қолданбайтын боламыз. Ол үшін бізге қамырына ұн, сүт, су, бір жұмыртқа, майонезға жақынырақ алып түсірем. Тұз, қант, сода қажет болады. Олай болса қамырын елеп бастайық. Алдымен ыдысымызға сүтімізді, суымызды, қант, тұз, содамызды салып араластырамыз. 2 шай қасық майонез. Бұл майонез қамырымызды өте жұмсақ қылдырады. Сонымен қоса бір жұмыртқамызды салып араластырып, осының үстіне ұнымызды салып, қатты күш салмай қамыр елейміз. 7 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен дөңгелетіп, қызып тұрған майға шелпегіміздің 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Шелпегі өте жұмсақ әрі дәмді болып пісті. Жұқа, жұмсақ, дәмді болды. Мінекей. Шелпегіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.